Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер біздің алтын шебер каналымызға. Сіздерге біз бүгін қасты қалай теру керектігін, формасын қалай шығару керектігін және де жіппен қалай жұмыс жасау керектігін түсіндіретін боламыз. Алдымен қасты жақсылап тазалап сүртіп аламыз құрғақ мақтамен, я болмаса ватный дисктермен де тазалауға болады. Жақсылап терлеп тұрған суларын барлығын теріні құрғақ етіп сүртіп аласыздар. Сосын барып қасты теруге кірісеміз. Қолдарыңыз сиятындай, екі қолыңыз сиятындай жіпті размерін өлшеп алып түйесіздер. Сосын барып қас теруге кірісесіздер. Алдымен қастың жоғарғы жағынан бастап кірісесіздер. Ең жоғарғы жағынан ең төменгі жағына қарай, яғни ортасына қарай қасты тереміз. Мына қолыңыздағы жіппен X образны қылып айналдырып аласыздар, 5-6 рет айналдырасыздар да, сосын ең жоғарғысынан ең төменгі жағына қарай қолдарыңызбен оң қолыңыздан сол қолыңызға қарай, сол қолыңыздан оң қолыңызға қарай жіпті теріп отырасыздар. Егер мына жіпті көп рет айналдырып осылай істеп алсаңыздар, ол сіздерге кедергі келтіреді және де көп қас жұлынып кетеді. Сол себептен 4-5 рет айналдырсаңыздар, соның өзі жеткілікті. Қастың ортасын осылай аламыз, сосын астыңғы жағын алып шығасыздар. Артық қастарды, яғни формасына қарап, осылай алып отырамыз жіппен. Көп айналдырып алмаңыздар жіпті. Егер терісі түсіп кеткен клиенттер болып жатса, қасын көтергізіп, мынау қабақты ашып, әдемілеп, тартып отыру керек. Сонда әдеміленіп, қас теріледі және де кожасы, терісі тістелініп қалмайды. Біздің клиент жас болған секілді, біз қасын қатты көтергізбейміз. Егер қажеттілік болып жатса, қасты көтеріп отырғаны да дұрыс болады. Осылай оң жағынан сол жаққа қарай, сол жақтан оң жағына қарай қолдарыңызды итеру мақсатында мынау жіппен жұмыс жасайсыздар. Шеткі жақтарындағы шаштарды осылай алып отырасыздар.
қастың формасын шығарып болғаннан кейін қастың қырқасыздар. Тарақпен не болмасам кисточка щеткалар болып жатса, сол щеткалардың көмегімен қасты қырқасыздар. Қайшының ұшымен отырып қырқып ұшасыздар. Көп қырқып тастауға да болмайды, қастың формасы бұзылады.